Сәбиге өмір сыйлаған құдірет хикаясы. Ерте заманда бір патша өмір сүріпті. Патшаның қисапсыз байлығы болса да, үнемі қабағының астына бір мұң бар екені байқалып тұрады екен. Сөйтсе әлгі патшаның перзенті болмапты. Патша қапаланып, қайғырып жүргенде, бір күні жұбайы жыланның тіліне жерік екенін айтады. Осы сөзді қанша рет Құдайдан жалынып сұраса да, ести алмаған ол, жүрегі жарылы қуанып жар салады. Егер кімде-кім менің жарлығыма құлақ салып, жарымның жерік асы жыланның тілін әкеп берсе, өзінің жалғыз қарындасын қосып, өзіне күйеу бала ететінін айтады. Бір ескертетін жайт, ол Сахарадағы жыландар ордасының патшасы атақты әбжылан Апита жыланның тілі болуы тиіс дейді. Үмітсіз сайтан демекші. Байлық пен аса сұлу патша қарындасын алуға қызыққандар Сахараға жол тартады. Олардың ішінде сол шаһарда тұратын бір саудагердің Азу есімді баласы да бар екен. Азу о баста дүниеге келгенде жылан терісін жамылып туылыпты. Өз терісінің пайдасын көрмекке әрі сынамаққа ол да үмітпен жыландар ордасына аттаныпты. Азу жолда келе жатып, әр жерден шашылып жатқан адам сүйектеріне көз түсе береді. Олар да мен сияқты үміткер шығар деп топшалайды. Ол өзінің жылан терісінің арқасында ғана аман келе жатқанын түсінеді. Ақырында көп қиындықтар көріп Сахараға жетеді. Ордаға келген соң ол жыландармен тез тіл табысып араласып кетеді. Бірде жыландар патшасы тағамды өте дәмді даярлайтын аспаз керек екендігін мәлімдейді. Сынға түскендердің арасынан Азу озып шығады. Ол қолынан келген бар өнерін жұмсаған екен. Солай аз уақыт ішінде Азу Апита әбжыланның ең жақсы көрер жақынына айналады. Әңгімеге тарта жүріп, әбжыланның жаны қолындағы сақинада екенін біліп алады. Оны Апита масаңдау кезде айтып қояды. Бір күні Азу тәтті тағам жасап, оған ұйықтататын дәрі қосып, Апита әбжыланға жегізеді. Ол қатты ұйқыға кеткен кезде сақинасын алып ортасынан қағып бөледі де, содан тілін кесіп алады. Түн қараңғыда тайып тұрады. Бұл оқиғаны таң атқанда бірақ білген жыландар оны ары іздеп, бері іздеп таба алмай қала береді. Азудың оңай құтылуының себебі, Сахарадан шыққан соң ол адам қалпына қайта ауысып алады. Еліне аман есен оралған Азу патшаға жыланның тілін әкеліп беріп, патшаның қарындасына үйленеді. Ал жерік асын жеген патша жары көңілі судай тасып, айы күні жетіп олды болады. Ұлан асыр той жасайды. Той десе қубасы домалайды демекші, бұл тойға баяғы Азуды іздеп жүрген жылан да келеді. Ол Азуды есінен танып қалады. Ішіне кек түйіп өз ордасына қайтады. Келген соң бұл жаңалықты басқа жыландарға да айтып береді. Бұны естіген жыландар ашуланып, адам затынан кек алуға бекінеді. Улы тілдері арқылы адамдарға зиян әкеліп, ұрпағын кесел етпек болады. Апита әбжыланның жұбайы Флейта әбжылан қатты ашуланып, оны өзі өлтірмекке аттанатынын мәлімдейді. Апита әбжылан дүние салған кезде ол қасында бола алмапты. Алысқа қонаққа кеткен екен. Араға біраз уақыт салып Флейта әбжылан патшалыққа келеді. Азуды іздеп жүріп бір үйдің түндігінен сығалап қараса, бесікте жас баланы көреді. Бұл жаңа туылған нәресте патшаның мұрагері еді. Ол бар ашуын осы баладан алмаққа бекінеді. Үйде жан жоқтығын пайдаланып, түндіктен түседі. Баланың қасына енді жақындай бергенде есіктен бір әйел кіріп келеді. Жылан сасқалақтап қалады. Ал патша жарының абыржығаны сонша тілі күрмеліп, о Құдайым, жалғыз сәбиімді ажалға қалай қиям? Оны босанарда жыланның тіліне жерік болып едім. Енді ажалы да сол жылан тілінен болмақ па? Жоқ, құтқара көр деп жалбарынады. Сол сәтте қайдан есіне түскені белгісіз ошақта тұрған сүтке қарай ұмтылады. Қазандағы сүтті жыланға көрсетіп тұрып, о әбжылан,
Менің жалғызыма қиянат жасама, жүрегім сезеді, сен кек алмақшысың. Баламды саған бермеймін, болмаса мені шақ. Мен де анамын, ана сүтінен жаралғанмын. Балам да басқа жан жануарларда ана сүтінен жаралған. Сен де біз сияқты ана сүтінен нәр алғансың. Тіршілік иесінің нәрі сүт, ол қасиетті де қастерлі. Оны Алла тағалам сыйға тартқан. Ақты жерге төкпе деу сондықтан, ал мен сол сүтті сенің басыңа төгем. Балам үшін, жалғызымның өмірі үшін салттан аттаймын. О әбжылан, опасыз, сенің уың осы сүт арқылы құдіретінен айрылсын. О жаратушы, тілегімді қабыл ет деп еңіреп тұрып сүтті жыланға шашып жібереді. Сол сәтте жылан бар құдіретінен айрылады. Сүттің қасиеті оның уы мен айбатын сиқырлап тастайды. Жылан есеңгіреп тұрып есіктен шығып кетеді. Міне осыдан бастап барлық жыландар сүтті көрсе айбатынан айрылады екен. Олар үйге кіргенде басына ақ құйса, сытылып шығып кетеді. Оларға бұл қасиет сонау замандағы өз аналарынан дарыса керек.